бүгін сіздермен Лукаш Беймбет. Бүгін сіздерге Clash of Clans'тың жаңа обновление екінші жермен танысатын боламыз. Сіздерге таныстырып өтем. Бұл обновление болғаны где-то 2 апта ма болып. Сіздерге сол жерді таныстырып жіберейін. Мен өзім жақсы таныстым ол жермен. Так. Загрузка. Толып жылдам. Достар, сіздерге обновление. Бұл обновление алмаса, löpілдеріңізді басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Әркім өз ойын білдіруге міндетті. Тез. Вот міне. Клан Батыс батыры. 6-шы уровеньде клан. Міне сіздерді екінші жермен таныстырайын. Сіздерді достар, бұл дом строитель дейтін болады. Бізше ратуша ғой. Бұл дейтін 5-шы уровеньнен тіреледі. Мынау менде қазір 4-ке көтердім. Мынау дейтін біздерде лабораторияда тұр ғой. Войсканың уровенін көтеретін. Мынау сол. Ішінде менде варвар, лук, гигант, миньон дейтіндер уровенін көтеріп қойдым. Енді мына дракончик дейтін менде бүгін аштым. Дракончик и бомберді уровенін көтеру керек. И бұл жерде дейтін қызықтысы кристалл беретін шахта бар. Где-то ол бір күнне 2 күнде бір кристаллына береді осы. Мен есептеуім бойынша. И мен часовая башня дейтін вагонға сіздер көрсететін бар. И келесі стримді бұйырса боевой машина дейтін ашатын боламыз, достар. Ол үшін löpілдеріңізді басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, достар. Так, енді сіздермен таныстырайын. Мынау оборонасы 2-ші жердің и башня лучница, двойной пушка дейтін қос ауыз. Мынау мина, гигантский бомба сияқты болды. Мина. И мынау дробильщик дейді. Дробильщик болғанда бұл айналып жерге ұрады, ошым өзін ударлайды. Бұның уроны 142 деп тұр. Мысалға мен бұл жерге 2 гигант жіберсем, мына башня лучница жақтан 2 гигант жіберсем, анаған барса тіке дробильщикке, и ол бір ұрғанда гиганттың жарты жағын алып тастайды уже. Ал екінші ұрғанда уже гигантты өлтіріп тастайды. Ол хпсы жақсы, урон жақсы. И потом не көрсетейін. 5 минут ускорялка. Бесплатно ускорялка, да? Қосасыз ғой міне. Кетті уже. Көрдіңізді қандай ускорение кетеді. Адамдар жылдам көрдіңізді. Ішіне войска шығаратын болсаңыз сразу ақшаны шығарып тастайды. Көрдіңізді минутына қанша шығарады, мысалға. Мынау уже 10-ға дейін санатып көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көрдіңіз, 10 дегеннің өзіне уже 20-30 эликсир шығарып тастайды. Ал сіз уже бір атака жасап келдіңіз дегенше, ол где-то бір 100-200 шығарып тастайды. И мына строительдің жұмыс жасаған уақытын көрдіңіз, қалай жылдам жүріп жатқанын. И сондай жылдам жүреді. Быстро, бәрі жылдам. Мына бас көрдіңіз, адамдарына дейін жылдам жүріп кетті уже.